Кейде өмірде бәрі қарсы тұрғандай сезіледі. Не істесең де нәтиже жоқ сияқты. Дұға да бұрынғыдай әсер етпей қалғандай. Сол кезде адамның ішінен бір қорқыныш шығады. Мені Алла тастап кетті ме? Егер сенде де осындай ой болған болса, тыңдай бер. Бұл видео өзіңді тексеру үшін. Егер сенің жүрегің әлі ауырса, егер кейде жылан келсе, егер неге мен осылай болып жүрмін деп ойлансаң, бұл жаман емес. Жүрек ауырса, ол тірі. Ал тірі жүрек қана Аллаға қайталады. Алла тастап кеткен жүрек сезбейді. Ал сен сезіп жүрсің. Демек, Алла сені тастамады. Егер жасаған қателігің, өткен күнәң сені мазаласа. Хадис: күнә жүректе мазасыздық тудыратын нәрсе. Күнәдан рахат алу қауіпті. Ал күнәдан қиналу Алланың сені әлі де түзетіп жатқанын білдіреді. Бұл тасталған адамның күйі емес. Бұл шақырылып жатқан адамның күйі. Қанша алыстасаң да, қанша шаршасаң да, бір сәтте ішіңнен Алла деп кетесің ғой. Алла айтады: құлдарым менен сұраса, мен жақынмын. Егер Алла сені тастаса, дұғаға жүрегің де бармас еді. Ал сен қайта-қайта сол жерге оралып жүрсің. Демек, ол сені әлі жібермеген. Кейде өмірде бәрі жабылғандай болады. Бірақ сен әлі сынбадың. Әлі тірісің. Әлі күресіп жүрсің. Имам Аш-Шафиғи айтқан: Алла кейде есіктерді жауып, жүректі өзіне бұрады. Мүмкін дәл қазір Алла сенің жолыңды емес, жүрегіңді түзеп жатқан шығар. Құранда Алланың рақымынан күдер үзбеу керектігі жайлы айтылады. Сонымен осы белгілердің біреуі болса да сенде болса, Алла сені тастамады. Күдеріңді үзбе.